Осының бәрі мүшелдің кесірінен. Атаның айта беретін қарғысы рас екен ау. Жаудың ішіндегі бақсы кемпір қамшыны қарғап жіберіпті. Бір отбасында 4 адам мүшел жасқа кірсе, өмір бақи жол болмай өтсін депті. На всякий ала салдым. Креслік қоймадың ба? Орыстар ұқсап отырайық та шоқынып. Қомаш қанат, қайдағы крест қызықсыз сен. Қарғысты қайтаратын бір жол бар ма? Не істейміз? Қамшыны Тасбұлаққа туған жеріне қайтару керек. Атың арман ба? Айзада танысқаныма қуаныштымын. Мопедім ақшасын қайтармай ешқайда кетпейсін, түсіндің ба? Мен де түсінші, папам білсе өлтірді. 2 күн уақыт берем. Әйтпесе бизнесіңмен қоштаса бер. Ақшадан басқа бір маңызды дүниелер бар бұл өмірде, біле бер. Не бар ақшадан басқа, не бар? Семьяларыңмен қуайын дегенсіңдер ма? Сендердің қамдарыңды ойлап, үйсіз, күйсіз жүрген жоқпын ба мен, а? Жұмыс жасап. Ренжімеңіз, пап. Сіз өзіңізден басқа ешкім тыңдамайсыз. Сендермен бір өткізген уақытым мен үшін өте қымбат. Мүшел жасты бағалы бір затын біреуге беру керек дейді. Ал отбасыңмен бір өткізген уақытқа жетер қымбат ештеңе жоқ балам. Аманшылық па, не істеп жатсың? Бажама баратырмын, бажама. Бажаң не, черепашка ниндзя ма не? Канализацияда тұратын?